Барлықтарыңызға қайырлы күн. Сіздермен крипто базар. Мен бүгін өзімнің портфелімдегі 3 альткоин жайлы айтатын боламын. Бұл альткоиндардың болашағына мен өзім қатты сенемін. Сол себепті де бұл альткоиндар менің портфелімде. Бұл ақпараттар сіздерді қызықтыратын болса, міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңырауын басып қойып ұмытпаңыздар. Ең бірінші проект бізде World Network деп аталады. Бұл дәл қазіргі AI бағытындағы ең мықты проекттердің бірі деп айтуға болады. Проект жайлы қысқаша айтатын болсам, основателі Сэм Альтман деген кісі. Сэм Альтман дәл қазір OpenAI-дің генеральный директоры, одан бөлек ChatGPT-дің основательдерінің бірі. Былайша айтқан кезде искусственный интеллект бағытында тәжірибесі өте көп. Дәл қазір өзінің крипто проекті World Network-ты жасап шықты. Бұл проект неге негізделген? Бұл проект осындай ORB деген құрылғымен біздің көзіміздің отпечаткасын алып, бізге World ID береді. Яғни бұл World ID-ді біз робот емес екенімізді дәлелдей аламыз. Былайша айтқан кезде интернетте кәдімгі өмірдегі удостоверение сияқты қолдануға болады. Болашақта солай болады деп ойлаймын, себебі кез келген жерге сол World ID мен регистрация жасай аламыз. World ID мен кез келген сайтта өзіміздің бот емес адам екенімізді көрсете аламыз. Болашақта өте көп жерге менің ойымша қолдануға болады. Дәл қазір қараңыздар, әлемде 12 миллион 500 адам World ID алған. Осы проекттен World Apps, яғни өзінің приложениясы бар Play Marketте, 26 миллион 577 адам қолданады екен. Өкінішке орай, Қазақстанда дәл қазір приложение доступны, бірақ біз көзіміздің отпечаткасын ол приложениеға енгізе алмаймыз. Дәл қазір болашақта енгізуге болады деп ойлаймын. Қазір осы жерде жазылып тұр, мысалы 160-дан көп ел қолданады деген сияқты. Бізде Қазақстанда дәл қазір қолданылмайды. Енді бұл World Network-ның өзінің токені бар, VLD деп аталады. VLD токен дәл қазір бағасы $1.16 екен. Капитализациясы 1.5 миллиард. Қазіргі рынок үшін өте жақсы деп ойлаймын. Көргендеріңізде CoinMarketCap'тағы рейтингі 62-ші орында тұр екен. Енді бұл проектке қандай фондтар инвестиция жасаған екен? Қараңыздар, бұл проект $240 миллион жинап алған, және де бұл проектке Blockchain Capital, A16Z, Multichain Capital, Coinbase Ventures сияқты топовый фондтар инвестиция жасаған, яғни осындай мықты фондтар бұл проектке сенеді деген сөз ол. Енді бұл фондтар қалай бұл проектке инвестиция жасайды? Мысалы, біз кәдімгі биржаға кіріп сатып алатын болсақ, бұл фондтар бұл токен шықпай жатып алдын ала инвестиция жасайды. Яғни бұл фондтар бізге қарағанда арзан бағамен алады. Мысалы, токен 2023 жылы листингқа шықты. Яғни бұл VLD деген токен 2023 жылы ғана пайда болды. Бұл фондтар көргендеріңізде 2021 жылы ең бірінші инвестициясын жасаған, 1 миллиард оценкамен 25 миллионға сатып алған, $25 миллион сатып алған VLD деген токенді. Ал екіншісінде уже 2022 жылы бұл жерде оценкада үлкен болған, 3 миллиард оценкамен $100 миллион тоже екінші рет токен сатып алған. Үшіншісі уже 115 миллионға оценка бұл жерде жоқ. 2023 жыл бұл листингқа жақын қалғанда сатып алынған. Енді бұл фондтар қандай бағамен сатып алады? Бұл фондтардың нақты бағасын айту қиын, бірақ бір нәрсені айтуға болады. Мысалы, 2021 жылы бұл токенді бұл фондтар өте арзан бағамен сатып алып, 22 жылы уже кішірек қымбаттайды, себебі 3 миллиард оценка, көргендеріңізде 1 миллиард оценкадан 2 есе көп. Яғни қараңыздар, ең бірінші раундта $0.1 сатып алса, екінші раундта уже $0.3 сатып алады. Үшінші раунд примерно $0.4, $0.5, мүмкін $0.6 болуы да мүмкін. Дәл солай фондтар сатып алады. Бірақ фондтардың бір минусы бар, ол заблокированный болып тұрады. Яғни токенді бұлар кез келген уақытта сатып ала алмайды. Листинг қарайсақ, осы жерден көре аламыз. Міне мысалы қарайық. Дәл қазір VLD-дің 31% ғана разблокированный, яғни 10 миллиард токен, VLD 10 миллиард токен болатын болса, соның 31% ғана қазір рынокта, қалған 68% заблокированный. Яғни дәл қазір оны ешкім сата алмайды, сатып ала алмайды. Мысалы, осы жерден инвестор қарайтын болсақ, 13.5%-ын барлық VLD-дің 13.5%-ын инвесторлар сатып алған. Оның 2.6%-ы ғана разблокированный, яғни инвесторлар өздерінің сатып алған токеннің 2.6%-ын ғана сата алады, қалған 10%-ы заблокированный. Осы жерден көрсек болады, инвесторлар қай уақытта токен полный разблокировка болады. Инвесторларды 2028 жылы полный разблокировка болады. Чарт қарайтын болсақ, міне осы жерде көрініп тұр. Қараңыздар. 2028
28 жылға дейін разблокировка агрессивный болады. Көргендеріңіздей график өте тез өскен. 2029 жылдан кейін уже жай 2029 жылға дейін токеннің 80% разблокировка болады, 80%. Одан кейін ары қарай уже 2038 жылға дейін қалған 20% разблокировка болады. Яғни 2028 жылға дейін фондтар өздерінің токенін аз-аздан алып отырады. Жаңағы 13%-ның 13%-ды 2028 жыл біткенге дейін бөліп алып отырады. Оны осы жерде де көрініп тұр. Мысалы фондтардікі фиолетовый цвет па? Міне фиолетовый цвет тұр. Көргендеріңізде 2028 емес, даже 2038-де екен. 2038 жылға дейін алады. Но 2038 жылға дейін болып көрінгенмен, олар басты үлкен пайызын 2028 жылға дейін алады. Яғни 2028 жылдан кейін уже қалған майда-шүйде пайыздар шешіліп отырады. Бұл көргендеріңізде разблок осынша өте ұзақ уақыт, яғни проект ұзақ уақытқа негізделген деген сөз. Мүмкін кім біледі, кез келген уақытта скам болып кетуі де мүмкін. Тағы да бір маңызды ақпараттардың бірі, бұл WorldCoin-да қанша адам дәл қазір жұмыс жасап жатыр. WorldCoin қазір өте астында, тауып алу керек. Міне WorldCoin дәл қазір 13 адам толық жұмыс жасап жатыр екен, яғни full time, яғни бұл full time деген ол ұзақ мерзімге контрактпен жұмыс жасайтын адамдар 13 адам ғана жұмыс жасап жатыр екен. Бір жылда 85%-ға өскен, яғни бір жыл алдын өте аз адам жұмыс жасаған. Бұл жерде ішіне кіріп қарайтын болсақ, full time көргендеріңізде 13 адам. Одан бөлек бұл жерде part time бар, яғни бұл аптаға немесе айға жұмыс жасайтындар. Мысалы, қандай да бір периодқа, контрактқа отырады, сол периодта проекттің бір бөлігін разрабатывать етіп кетеді деген сияқты. Көргендеріңізде part time өте жақсы. Part time 28 адам. Дәл қазір 28 адам жұмыс жасап жатыр екен. Бұл уақытша периодта жұмыс жасайтын адамдар. Full time деген ұзақ мерзімде жұмыс жасайтын адамдар. Қазір 13 адам жұмыс жасап жатыр. One time деген ол күндікке жұмыс жасайтын адамдар. 4 адам ғана жұмыс жасап жатыр екен. Көргендеріңіз графиктерді қарасақ, негізі жақсы өскен. Мысалы, full time'да 8, 7, кейбір адамдар шығады, кіреді, но в основном график жоғары қарай қазір қатты төменге қарай кетіп жатқан жоқ. Сол себепті де проект дәл қазір жай болса да дамып жатыр деп айтуға болады. Мысалы, осы жерден де қарасақ болады. Бір жылда 86%-ға өскен, 2 жылда 333%-ға өскен. Енді дұрыс қой. Өзі проекттің өзі 2 жыл алдын шықты. Сол себепті де проект қазір көргендеріңіз графиктердің бәрі жай өсіп жатыр. Енді басқа проекттермен салыстырсақ, бұл өте аз. Мысалы, дәл қазір ең көп разработчик ол Ethereum-да 2181, Solana-да 582, Polkadot-та 448, Cosmos-та 436. Көргендеріңізде Starknet-тің өзінде 227 адам жұмыс жасайды дәл қазір. Ал WorldCoin үшін бұл аз, бірақ проект дамып жатыр, өсіп жатыр. Енді қорытындыласақ, қараңыздар, мен VLD-ді қандай бағадан сатып алдым? Менің сатып алған орта бағам бұл $1.20. 1.23 или 1.24. Яғни менің бағам қазір осы жерлерде менің бағам почти менің бағаммен бірдей болып тұр қазіргі бағасы. Мен себебі қараңыздар, $1.5, $1.8 сатып алған кездерде болды. Бірақ $0.55-0.57 сатып алған кездерінде болды. Яғни барлығы мен сатып алған бағаларымды қосқан кезде орта баға $1.23. Алдыңғы видеодан қарасаңыздар болады, менің портфелімде сол жерде WorldCoin бар, және де қай бағадан сатып алғанымды мен айтқам, жазылып тұр өзі. Мен именно қандай бағадан сатып алғанымды. Мен енді қандай жағдайда бұл позицияны жабам, яғни мен қай уақытта WorldCoin-ді сатам. Мен WorldCoin-ді қазір 2 бөліп сатсам деген ойым бар. Яғни WorldCoin көргендеріңізде $6 болған кезде мен 50%-ын сатам. Одан кейін $13 болған кезде мен полностью барлық WorldCoin-ді сатам. Бұл өте биік негізі. Енді уақыт көрсетеді қалай болатын. Мүмкін вообще төменге қарай кетеді, мүмкін просто $4-ға барады, қайтады. Оның барлығын уақыт көрсетеді. Мен өзім бұл проектке сенем, және де дәл қазір искусственный интеллект деген былайша айтқан кезде барлық жаққа қолданылып жатқан нәрсе. Сол себепті де криптодан да өзінің орнын алады деп ойлаймын. WorldCoin-ға сенем, мүмкін 15, мүмкін 20, мүмкін $30-ға дейін барады. Оның барлығын уақыт көрсетеді деп ойлаймын, себебі
монеталар бар, 40-50x беретін, неғып волткойн бермейді деген сияқты. Мысалы қазіргі бағадан қарасақ, $12 ол 12 ғана x. 12x альткойндар үшін бұл негізі қиын емес. Алдыңғы енді 2021 жылмен салыстыру қазір қиын деп ойлаймын, себебі 2023 жылы рынок кішкентай болды. Сол себепті де өте көп x-тар болды. Бұл жолы ондай көп x-тар болмайды деп ойлаймын, бірақ волткойн 6-10x қиналмай бере алады деп ойлаймын. Яғни 10 есе, 6 есе өсе алады қазіргі бағасынан. Менің ойым сондай. Мүмкін бұл төменге қарай 6x беріп жүруі мүмкін. Екінші проект менде оптимизм, үшінші проект ZK Sync. Бұл екі проект бір-біріне қатты ұқсайды. Сол себепті де бұл екі проектті мен жай ғана салыстыратын боламын. Бұл екі проектте эфириумның блокчейнінде құрылған Layer 2 решение. Яғни бұл проекттердің басты мақсаты ол эфириумның жұмысын жеңілдету және де ары қарай үлкеюіне пайдасын тигізу. Сол себепті эфириумда барлығы жақсы болатын болса, бұл проекттерде де барлығы жақсы болады деп ойлаймын. Енді қараңыздар, оптимизмнің монетасы дәл қазір $0.78 тұрады екен. Капитализациясы 1,31 миллиард. Қазіргі капитализациясы ФДВ 3,4 миллиард. Яғни оптимизмнің барлық монетасы рынокқа кірген кезде осы бағамен капитализациясы 3,40 миллиард болады. Қазір оптимизмнің тек 38% ғана рынокта, қалғаны заблокированный болып тұр. Оптимизмда барлығы жоғы 4 миллиард 300 миллион монета бар. Қазіргі бағасы көргендеріңізде 0,79, пикында $4.8 дейін барған, пикынан 83%-ға құлаған. Енді ZK Sync'ке қарайтын болсақ, ZK Sync дәл қазір $0.07 тұрады, капитализациясы 257 миллион. Бұл деген оптимизмнің былай қарағанда 6 есе аз. ФДВ 1,47 миллиард, 1,47 миллиард, 1,47 миллиард, 2 есе, 3 есе оптимизмнан аз. Максимальный supply 21 миллиард монетасы бар, яғни ZK Sync'те өте көп монета. Рынокта дәл қазір 17,5% ғана рынокта. Көргендеріңізде оптимизмда бізде 38% рынокта болатын болса, ZK-де 2 есе аз екен монета рынокта. Қалғандары заблокированный болып тұр. Пикында $0.27 дейін барған, 74%-ға құлаған. Оптимизмнан аз құлаған екен. Жоқ, қазіргі 74%, но ең қатты құлаған жері 84%-ға дейін құлаған. Қазір кішкене восстановление болды. Көргендеріңізде қазірге дейін қарасақ 74%-ға құлаған. Енді қандай фондтар бұл монеталарға инвестиция жасаған? Оптимизм $267 миллион жинаған екен фондтардан, және де ол фондтарда екі ең мықты фондтар A16Z және де Paradigm. A16Z және де Paradigm. Paradigm seed раунд, бұл жерде көргендеріңізде 4 раунд болған. Біріншісі seed раунд, Paradigm мен Ideo Collab Ventures деген инвестиция еткен, білмеймін, рет кездеседі бұл фонд. Одан кейін Сирияда уже A16Z қосылған, Paradigm тағы да 3 фонд инвестиция жасаған, Сирияда 2 фонд инвестиция жасаған, осы екеу. Ал Private Token Sale, бұл жерде қандай инвесторлар жазылмаған, инвестировать еткен, бірақ $89 миллион жинаған екен бұл Private Sale'да. Ал енді ZK Sync қандай фондтар инвестиция жасаған? ZK Sync $458 миллион жинаған екен, яғни оптимизмнан почти 2 есе көп. Енді бұл жерде де қанша раунд болған? 1 раунд, 2 раунд, 3 раунд, 4, 5 раунд болған бұл жерде. Seed раундта көргендеріңізде $2 миллион жинаған, өте аз. Және де Dragonfly мен 1KX деген ғана фондтарды көргем, қалғандарын особо білмеймін. Сирияда көргендеріңізде A16Z қосылған бұл фондтарға. Сирияда A16Z тағы да. И одан бөлек көргендеріңізде өте көп майда-шүйде фондтар инвестиция жасаған арасында Bybit, Kraken, жоқ Kraken емес, тоже бір биржа, атын ұмытып қалдым. Kronos деген монетасы бар. Үшіншісі уже 200 миллион, тек қана BitDAO ғана инвестиция жасаған екен. Сириясы 200 миллион. A16Z, Blockchain Capital, Dragonfly. Осындай фондтар инвестиция жасаған. Көргендеріңізде ZK Sync почти 2 есе оптимизмнен көп ақша жинаған. Сосын бұл жерге өте көп фондтар инвестиция жасаған. Ал оптимизмға тек қана 2 фонд қана инвестиция жасаған. Бірақ бұл 2 фонд криптодағы ең мықты 2 фонд деп смело айтуға болады. Ал енді Wisting. Бұл жерде Wisting разблокированный көргендеріңізде 35%, заблокированный 9%, не отслеживается, яғни
54,7%-ы қайда екені белгісіз. Фондтардың 17%, яғни оптимизмнің 17%-ын фондтар сатып алса, оның 12%-ы уже шешіліп қойған. Яғни фондтар ол монеталарын сатса да стейкингке жібере ма, сата ма, өздері біледі. Заблокирован 4%-ы фондтар әлі сата алмайды. Airdropпен барлығы шешіліп қойған. Airdrop әрине шешіліп қойған. Сосын қараңыздар, бұл жерде инвесторлардан бөлек seed round бар. Seed roundта бұл жерде де инвесторлар, партнер фонд бар, ол да инвесторлар. Экосистем фонд, қателеспесем, бұлар да инвесторлар. Бұл жерде инвесторс деп 17%-ын жазған, бірақ бұдан да бөлек инвесторлар бар. Олардың почти барлық монеталары шешіліп қойған. Чарттан қарайтын болсақ, жаңағы 46%-ды ғана көрсетеді, көргендеріңіздей. Былайша айтқанда, оптимизмнің барлық монетасы 2026 жылы полный разлог болады. Яғни 2026 жылы почти бір жылдан кейін уже оптимизмнің барлығы монетасы рынокта болады. Фондтар ол кезде өзінің монетасын сата ма, басқа жасай ма, өздері біледі. Былайша айтқан кезде почти барлық монетасы оптимизмнің шешіліп қойған уже. Ал zkSync'ке қарайтын болсақ, zkSync, vSync қарайтын болсақ, zkSync'та қателеспесем өте көп монета әлі блокированный болып тұр. Көргендеріңізде 17%-ы zkSync'тің қазір рынокта, қалған 29%-ы заблокированный, 49%-ы қайда екен белгісіз. Бұл жерде қарауға болады, инвесторлар 17%-ы полностью барлығы заблокирован. Яғни инвесторлар қазір өздерінің монетасын сата алмайды. Time, яғни командасы тоже өздерінің монетасын әлі сата алмайды. Airdropщиктер уже сатып тастаған шығар. Airdrop contributes деген тоже airdropщиктер, қателеспесем. Экосистем деген бұл команданың болмаса, команданың монетасы деп айтуға болады. Токен ассамблей деген тоже команданың, по идее. Үлкен пайыздар көргендеріңізде инвесторларға, командаларына тиесілі. Енді қай уақытта полностью разлог болады. Қазір көргендеріңіздей бұл жерде нормальный разлог бір айдан кейін басталады уже. Қазірге дым жоқ. Бір айдан кейін бүкіл zkSync'тің 21% рынокқа кіреді, ары қарай уже көтеріле береді. Полностью разлог бізде 2028 жылы. Яғни әлі 3 жыл бар. Барлық zkSync'тің монетасы рынокқа кіруіне. Көргендер, енді бұл жерден не қарауға болады? Оптимизм. Барлығы монеталары почти разлогта, және де мықты фондтар инвестиция жасаған. zkSync'те де өте мықты фондтар инвестиция жасаған, бірақ 17% ғана разлогта zkSync'тің. Zk, былайша айтқанда, оптимизмге қарағанда жаңа монета. Оптимизм рынокта, қателеспесем, zkге қарағанда бір жыл ерте шыққан рынокқа. Мұны көрсек, мына жерде көрініп тұр. 2024 жылы январда шыққан. Ал оптимизм неделькамен көре салуға болады. Оптимизм 2022 жылдан бері рынокта екен, яғни оптимизмнің уже өмір сүріп жатқанына почти 3 жыл болса, zkSync'қа бір ғана жыл болған. Енді бұл проекттердің TVL-ын салыстыратын болсақ, бізде оптимизмнан бастаймыз. Бірінші 18 орында тұр оптимизм. TVL $252 миллион TVL бар екен, 293 протокол бар, яғни оптимизммен 293 протокол жұмыс жасайды. zkSync дәл қазір бізде 56 орында тұр, 133 протокол бар. Көп емес, бірақ жақсы 133 протокол. Ал бірақ TVL көргендеріңізде $65 миллион. Бұл Layer 2-лердің арасындағы ең аз TVL деп ойлаймын. Бұлай кіріп қарайтын болсақ, пикында TVL-ы $250 миллион дейін жеткен. Дәл қазір $65 миллион өте аз. Әрине проект жаңа, бірақ оның өзінде көргендеріңізде TVL бізде график жоғары қарай емес, төмен. Бұл 250 миллион TVL airdrop таратқан кезде болған. Сол себепті де бұл TVL просто накручен деп айтуға болады. Бірақ 65 миллион TVL шынымен де аз. Протоколдарды өздеріңіз қарап жатсаңыздар болады. Осы протоколдар бізде zkSync'пен жұмыс жасайды. Енді бұл проекттерде қанша адам жұмыс жасайды? Мысалы, full time қарайтын болсақ, full time дәл қазір 183 адам жұмыс жасайды екен. Пикында бізде оптимизмде 340 адам жұмыс жасаған. Дәл қазір көргендеріңізге график қарасақ, почти 50%-ға құлаған жұмыс жасайтын адамдар саны.
Part-таймда пикында бізде 565 адам жұмыс жасаған, қазір 355 адам жұмыс жасайды. One-time күндікке жұмыс жасайтын 99 адам бар оптимизмда. Оптимизмда бір жылға қарайтын болсақ, 30%-ға адамдар саны қысқарған, жұмысшылар саны. Бұл негізінде дұрыс емес деп ойлаймын, себебі мықты проекттерде негізінде всегда жұмысқа көп қабылдайды. Мысалы, болады осындай спаттар. Қайттан бұл көтерілу керек. Әрине, ары қарай бычка болып, барлығы жақсы болатын болса, сенімдімін, ары қарай жұмысқа адамдар қабылданады. Zeki-Sync'ке қарайтын болсақ, Zeki-Sync'те 137 адам дәл қазір full time жұмыс жасайды. Бүйтіп қарайтын болсақ, бұл жерде де көргендеріңіздей спат дәл қазір оптимизм сияқты үлкен емес, бірақ бар пикында 155 адам жұмыс жасаған, дәл қазір 139 қатты емес, бірақ құлаған. Part-timeда құлаған 225 адамнан, 27 адамнан 141 адамға дейін құлаған. One-time тоже құлаған. Жылға қарайтын болса, 10%-ға керісінше өскен екен. Көргендеріңізде оптимизмде 30%-ға құласа, бір жылда адамдар саны, бұл жерде 10%-ға өскен. Бірақ разработчиктар по-любому оптимизмнан аз. Оптимизмда 189 болса, бұл жерде 137 адам жұмыс жасайды. Енді твиттерлеріне қарасақ, твиттер бізге не береді? Твиттер бізге проекттің қаншалық танымал екенін көрсетеді. Мысалы, біз бірінші әрине оптимизмнен бастаймыз. Оптимизмде 738 мың адам жұмыс 708 мың адам оптимизмге тіркелген екен. Твиттер скорға қарайтын болса, оптимизмнің Твиттер скоры оптимизмнің 700 почти. Үлкен фондтардан бізде оптимизмнің твиттеріне Paradigm, Delphi Digital, Art of the Sims деген сияқты үлкен фондтар тіркелген екен оптимизмнің твиттеріне. Проекттерден Solana, OpenSea, Uniswap адамдардан ешқайсысын танымадым. Сосын топтардан Виталик Бутерин бар екен. Басқа топтар танымадым. Яғни Twitter Score бұл бізде твиттері қаншалықты танымал және де қандай мықты адамдар типа твиттеріне тіркелген сияқты. Мысалы, твиттер балл беріп тұр, өзі 693 балл берген екен оптимизмге. 2018 жылы ашылған екен твиттер бізде. Ал енді Zeki-Sync'тің твиттер скорын қарасақ. Zeki-Sync'тің бірінші твиттерін қарайтын болсақ, твиттерінде 1,5 миллион адам бар. Бұл менің ойымша накрученный просто, себебі посттарына қарайтын болсақ, мен жақында саған пост 18 мың адам қараған. Активность оптимизмнен по-любому қалып тұр бұл жерде. Адам саны көп болғанымен. Енді Twitter скорын қарасақ. Twitter скор бізде оптимизмнен аз болу керек. Twitter скор бізде 562 балл беріп тұр Twitter скор. Яғни бұл жерге де Виталик Бутерин по-любому тіркелген, одан бөлек топтардың арасында көргендеріңізде осындай кісілер бар, ешқайсысын танымадым. Ал венчурный фондтардан бізде Eagle Capital, 1KX, Blockchain Capital деген сияқты мықты фондтар тіркелген екен. Ал проекттер Xcopy, Aeva, Nansen тоже топ инфлюенсердардан осылар 2019 жылы ашылған екен, бір жыл кеш ашылған. Бұл проекттерді салыстырғанда өздеріңіз байқадыңыздар, барлық жағынан бізде оптимизм мықтырақ. Капитализациясы оптимизмнің көп. Zeki-Sync'ке қарағанда жұмысшылар да оптимизмде көп, оптимизмнің TVL да көп. Бірақ бұл бізге 100% оптимизм мықты деген ақпарат бермейді. Себебі Zeki-Sync'те әлі алда жұмыстар, істелмеген жұмыстар бар. Көргендеріңізде оптимизм рынокқа бізден Zeki-Sync'тен ертерек шыққан, Zeki-Sync'тің шыққанына көп болмаған. Оптимизмге 3 жыл болса, Zeki-Sync'қа почти енді ғана 1 жыл болған. Zeki-Sync менің ойымша әлі көрсетеді деп ойлаймын. Біраз нәрсе layer 2-лердің арасындағы менің ойымша Zeki-Sync по-любому өзінің орнын табады деп ойлаймын. Сол себепті де Zeki-Sync'те оптимизмде эфириум көтерілетін болса, бұл 2 монетада жақсы X-тар беруі мүмкін. Менің өзімнің ойым солай. Бірақ салыстырмалы түрде қараса, оптимизм Zeki-Sync'тен мықтырақ.